Қайырлы күн балалар. Бүгін біз геометриялық фигуралардың жіктелуі деген тақырыпты өтеміз. Сендер бүгін геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренетін боласыңдар. Алдымен бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Мына геометриялық фигуралардың жиынына назар аударыңдар. Бұл жиында неше элемент бар? Әрбір элементті санап шығыңдар. Мына нүктелерді де санаңдар. Неше элемент екенін мына комментарийге жазып қойыңдар. Енді осы элементтерді жиындарға бөлеміз. Және шыққан әр жиынға атау береміз, әріппен белгілейміз және олардың элементтерін жазатын боламыз. Жиындарға бөлген кезде нүктемен түзу негізгі геометриялық фигуралар екеніне назар аударамыз. Қараңыздар. Бірінші біз жазық фигуралар жиынын жасаймыз. Енді бұл жиынды А әрпімен белгіледік. Енді элементтер санын санайық. А жазық фигуралар жиынында 5 элемент бар екен. Келесі кеңістік фигуралар жиыны, оны В мен белгіледік. Неше элемент бар екенін жазып қойыңдар. Сосын С нүктелер мен сызықтар жиыны. Бұл нүктелер мен сызықтар жиынында элементтер саны көбірек. Неше элемент бар екенін санап, дәптеріңе жазуды ұмытпа. Және мына ережені жаттап ал. Сосын дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілейміз. Кесінді сызамыз, сәуле сызамыз, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтар сызамыз. Бұл фигураларды сен бірінші сыныпта өткенсің. Егер ұмытпаған болсаң, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтарды да қосып сызып қойсаң болады. Келесі тапсырма практикалық жұмыс болады. Балалар партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстырыңдар және не байқағандарыңды бір-бірлеріңе айтып беріңдер. Мысалы, төртбұрыш пен тік төртбұрыш екеуінің қандай айырмашылығы, қандай ұқсастығы бар? Мысалы, тік төртбұрыштың бұрыштары тік, ал жай ғана төртбұрыштың бұрыштары сүйір немесе доғалы болады. Сосын қандай ұқсастықтар бар? Екеуінде де 4 төбесі бар, 4 қабырғасы бар және 4 бұрышы бар. Осылай дөңгелек пен көп бұрышты, шаршы мен тік төртбұрышты және көп бұрыштарды ұқсастығы мен айырмашылығын бір-бірлеріне айтып беріңдер. Ал енді мысалдарды шығарамыз. 3 амалдан тұратын мысалды бірінші жақшаның ішін орындаймыз, екінші жақшаның ішіндегі мәнін табамыз. Сосын екеуін азайтамыз, неше шыққанын жазамыз. Екінші амалды да өзің осылай шығарасың. Ал 5-ші тапсырмадағы есепке назар аударыңдар. Мұз айдынында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр? Алдымен барлығы неше бала екенін табу үшін біз қыздардың санын тауып алу керекпіз. Қыздар 4-еуі артық болса, 36-ға 4-ті қосамыз, сонда 40 қыз жүр. Енді барлығы неше бала екенін табу үшін 40-қа 36-ны қосамыз. Сонда мұз айдында барлығы неше бала жүргенін сен өзің есептеп дәптеріңе жазып ал. Балалар, сендер бүгін геометриялық фигуралардың маңызды бөліктерін атадыңдар. Енді үй тапсырма ретінде дәптерге торкөз сызықтарын қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгілеңдер. Торкөздің қиылысқан жеріне. Сосын жасыл нүкте арқылы түзулер жүргізіп, неше түзу жүргізуге болатынын айтыңдар. Сосын көк нүкте болатындай сәуле сызыңдар. Неше сәуле сызуға болатынын ақылдасып, сызып келіңдер. Сосын ол фигураларыңды мұғалімдеріне немесе маған жіберсеңдер болады. Ал енді ойнап көріңдер. Мына геометриялық фигуралардың қабырғалар санының өсу реті бойынша орналастырсаң, бір сөз шығады. Ол қандай сөз шықты? Және сол шыққан сөздің не екенін білу үшін мына сілтеме арқылы өтіп біле аласың. Қандай сөз шыққанын комментарийге жазып қалдырсаң болады.
Сонымен сендер бүгін геометриялық фигуралардың бөліктерін анықтадыңдар, оларды жіктедіңдер. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина, Жақсылық,